Баршаңызға сәлем. Бұл нағыз әңгіме подкасты және оның жүргізушісі мен Дінмұхаммед Құдайберген. Бүгін біз сіздермен бәріміз күнде қолданатын, бірақ кейде дұрыс түсіне бермейтін дүниені талқылаймыз. Ол жасанды интеллект, яғни соның ішінде ChatGPT. Мен өзім журналистика мамандығының студентімін, ал жанымда теология мамандығының 2-ші курс студенттері Сейілханұлы Ильяс, Қуанышбек Ерсайын, Хайролла Азамат. Қош келдіңіздер, жалпы көңіл күйлеріңіз қалай? Қош көрдік, шақырғандарыңызға рахмет. Бүгін біз жасанды интеллектке ғылым, білім тұрғысынан қарастыратын боламыз. Сонымен бірінші сұраққа келсек, қарапайым тілмен айтайықшы, ChatGPT деген не өзі? ChatGPT бұл ең алдымен жасанды интеллект негізінде жұмыс істейтін ақылды тілдік модель. Оны OpenAI компаниясы жасап шығарған. Қысқаша айтқанда, ChatGPT ол сұрақтарға жауап береді, шығарма, эссе, өлең жазады, мәтіндерді аударады, түсіндіреді және де адамға кеңес береді. Мәтіндердің кейбір қате-шеттерін түзетеді, есеп шығаруға да көмектеседі. Яғни ол адам секілді сөйлейтін, мәтіннен жұмыс істей алатын виртуалды көмекші. Жарайды. Енді ең маңыздысы ChatGPT сіздерге, яғни студенттерге қандай пайда әкеледі? Осы жайында айтып өтсеңіздер. Мысалға, қиын тақырыптарды түсіндіреді. Мысалға, бізге кейбір тақырыптар қиындыққа түсе бастайды. Студенттерге түсінбеген пәнді қарапайым тілмен, мысалдармен түсіндіріп береді. Және екіншіден, үй тапсырмасына бағыт береді. Тапсырмаларды қалай орындау керек екенін және де қандай қадамдар жасау керек екенін бәрін көрсетіп беретін болады. Үшіншіден, бізде эссе, баяндама, презентация, тағы да басқа идеялар ұсынады. Және тақырыпты ашу, жоспарларды құру және аргумент табуға көмектесетін болады. Төртіншіден, уақыт үнемдейді. Бізде яғни көбінесе екінші жұмысымыз бар, бізде сабақ орындауға арнайы уақыт жетіспейді. Сондықтан материалды қысқа етіп жинақтап береді. Бұл оқуды жеңілдететін болады бізге қарай. Және тіл жағына көмектесетін болады бізге. Яғни ағылшын, орыс, басқа да тілдер көмектеседі, грамматика және бәрін жаттықтыруға болады. Дұрыс айтасыз. Мен өзіме келетін болсам, журналистика саласында ол зерттеуге уақыт үнемдететін, сценарий, сұхбат сұрақтарын дайындайтын құрал. Яғни ол бізді алмастырмайды, керісінше үдерісті тездетеді. Жалпы халық арасында әртүрлі әңгіме бар. Жасанды интеллект қауіпті, ол адамды алмастырады деп жатады. Яғни осы тұрғыдан сіздердің пікірлеріңіз қандай? Яғни болашақта жасанды интеллект адамдардың орнын басып, жұмысын тартып алмай ма? Жасанды интеллект көптеген жұмыстарды тез және дәл орындай алады. Бірақ ол адамды толық алмастыра алмайды. Себебі жасанды интеллекттің өз ойы, сезімі, сана сезімі, жауапкершілігі жоқ деп ойлаймын. Ол тек берілген мәліметке сүйеніп жұмыс жасайды. Ал адамда ерекше ететін қасиеттері бар. Мысалы, эмоция, шығармашылық, мейірім, шешім қабылдаудағы даналық, мұның біреуін де жасанды интеллект қайталай алмайды. Сізбен толықтай келісем. Негізі жиі қойылатын сұрақтардың бірі, ChatGPT-ге дұрыс сұрақ қоюдың жолы қандай? Яғни, бұны студент көзімен қалай түсіндірер едіңіздер? Жалпақ тілмен айтқанда, ChatGPT-ге қоятын запростарды қандай талаптар қоясыздар? Әрине, сұрағыңыз дұрыс. Жалпы мен өзім ChatGPT-ді қолданар кезде оған нақты әрі сенімді ақпараттарды қолдануын талап етемін. Соның өзінде жасанды интеллект берген ақпаратқа сенудің қажеті жоқ. Мен өзіме қажетті ақпараттарды алу кезінде белгілі бір критерийлерді қолданамын. Кейде тақырыптан ауытқып кетеді. Сол кезде әр жазған промпттарды нақтылап аламын да қайта жазып шығамын. Түсінікті. Осындай жағдай негізі көбісінің басынан өтеді деп ойлаймын. Сонымен жалпы түйін жасайтын болсақ, ChatGPT ол құрал. Қолданушысына қарай пайдасы да, зияны да өз деңгейінде. Ең бастысы дұрыс сұрақ қою және жауапты сүзгіден өткізу. Сіздермен бірге болған нағыз әңгіме подкасты келесі эпизодта кездескенше. Жақсы, шақырғаныңызға рахмет. Тағы да бұйырса жолғармыз. Негізі білім қолда сен. Бүгін бізде арнайы шақырып отыр мына кісі. Келгендеріңізге көптен көп рахмет. Яссауи FM радиосына. Елесі өзін қоймаған.